Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Фируза. Мен мемлекеттік қызметтер бойынша эксперт боламын. Сіздерге мемлекеттік қызметтер бойынша өз көмегімді көрсетемін. Ал енді видеоны толық көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Басқа да мемлекеттік қызметтер бойынша жаңалықтарды осы каналдан көре аласыздар. 2,5% несиелер, 2,5% несиелерге арналған жақсы бір жаңалықпен бөлісе кетсем, күні кеше 2023 жылы наурыздың 2 күні бұл несиелерге өтінімдер қабылдау ашық деп жарияланды. Енді сіздер құжаттарыңыздың барлығын дайындап, оған өтінім берулеріңізге болады. 2,5% несиелерге кімдер қатыса алады, немесе кімдер ала алады? 2,5% несиелерді негізінде қай компания ұсынып отырған айта кетсек, бұл негізінде қайтарымсыз гранттардан бөлек болып саналады, өйткені бұны басқа компания ұсынып отыр, яғни Казагрофинанс компаниясы ұсынып отырған жастарға қолдау ретінде осындай керемет мүмкіндік беріп жатыр. Яғни бұл несиеге 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады. Және бұл несие ең маңызды шарттарының бірі бұл сіздердің историяларыңызға қарайды. Яғни сіздердің жүргізіп жатқан заңды ИП-ларыңыздың немесе ТОК-халарыңыздың историясына емес, яғни сіздердің өздеріңіздің историяларыңызға қарайды. Сіздердің ешқандай жерде налоговый қарыздарыңыз болмау керек, және арестте немесе черный спискта болмауларыңыз керек. Ондай жағдайда мүлде ешқандай да сіздер алуға мүмкіндіктеріңіз жоқ. Және ТО-ларға бұл нежелательно қатысуға, өйткені олар үлкен корпорация болғандықтан оларға бұл қатыса алуға мүмкіндіктері өте төмен, бірақ қатысып көруіне болады. Және сіздердің ИП-ларыңыз болмаса, жаңадан ашып қатысып кете берулеріңізге болады. Өйткені ИП-ның ешқандай да оборотына қарамайды, яғни оборот маңызды емес бұл жерде. Тағы бір айта кететін жайт, былтыр қайтарымсыз гранттар бойынша 45 жастан асқан, бірақ көпбалалы аналар алуға болатын мүмкіндік берілген болатын, бірақтан биыл қайтарымсыз гранттар бойынша басқа да өзгерістер болды. Соған орай несиелерде ешқандай да 45 жастан асқан көпбалалы ана жағдайлар төмен болса ала алмайды. Өйткені бұл несиеге онсыз да жағдай жасап қойған ең төмен пайыздық несие деп. Сондықтан бұл несиелерді тек қана 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастар ала алады. Бұл стартаптарға, яғни жаңа бизнес бастағысы келетін жастарға арналып отыр. Бұл несиенің берілу шарттарының бірі екі түрге бөлініп беріледі, яғни ауыл шаруашылығына және қала жастарына болып. Ауыл шаруашылығына берілетін қаражат 7 миллион теңгеге дейін және 7 жылға бөлініп беріледі. Ал қала жастарына 5 миллион теңгеге дейін 5 жылға дейін берілетін болады. Бізде және бір ескере кететін жайт, ауыл шаруашылығының жастарына сіздер 1,5 жылдан кейін ғана төлеп бастауларыңызға болады. Сонда мүмкіндік беріледі. Өйткені егін немесе малмен айналысады ғой көбісі ауыл шаруашылығының. Сондықтан бірден егін болмайды. Мысалы, егіннің де өскеніне біраз уақыт өту керек. Мысалы, содан кейін ғана барып сіздер несиені төлеп 1,5 жыл өткеннен кейін ғана барып төлеу мүмкіндіктеріңіз бар. Неге қала жастарына олай берілмеген? Өйткені қала жастарының төлемдері, яғни кәсіптері ауыл шаруашылығы сияқты емес, біраз уақыт өткеннен кейін ғана өнім бермейді. Сіздердікі 1 айда немесе 2 айда оборот беретін болғандықтан, келесі айдан бастап сіздер төлеп бастайсыздар. Қала жастарына олай мүмкіндік берілмеген. Маңызды шарттарының бірі, бұл несиені алғысы келетін жандар ешқандай жерде заңды түрде жұмыс жасамауы керек деп талап қойылып жатыр. Бұл талап өзгеру мүмкін, бірақ әлі нақты емес. Мен егерде осылай өзгеріп жатқан болса, өзімнің инста парақшамда бірден жаңа хабарларды жариялап отырамын. Менің инста парақшама тіркеліп қойыңыздар. Бұл несиені алуға ең қажетті заттың бірі бұл залог. Сіздер міндетті түрде үй немесе көлікті залогқа қоюларыңыз керек болады. Көліктің маркасы Toyota немесе Lada өнімдері 2010 жылдан жоғары болуы тиіс.